Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ірімшікті рогаликтің рецептісімен бөліскім келеді. Қамырына қажетті заттар: 125 грамм май, 200 грамм ірімшік, 2 шай қасық қопсытқыш, 300 грамм ұн. Қажетті заттарымыз бөлме температурасында болғаны жөн. Ең алдымен ірімшік пен майды вилканың көмегімен, яғни шаңышқының көмегімен араластырып аламыз. Оның үстіне қопсытқышпен ұнды салып, қамырымызды илеп аламыз. Илеген қамырымызды жарты сағат 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Шамамен 1 сағаттай уақыт өткеннен кейін қамырды алып 2 немесе 3 бөлікке бөліп, видеодағыдай жаямыз. Негізі мен салмасына жаңғақ алдым, бірақ жаңғақ емес, мейіз немесе сгущенка да пайдалануға болады. Қамырды жайып болғаннан кейін қантты осылайынан сеуіп, начинкасын салып ораймыз. Егер де сіз рогаликтің өте дәмді болғанын қаласаңыз, қамырына да қант қоссаңыз болады. Мен қамырға қант қоспадым, себебі балаларға тым тәтті болып кетеді. Дәл осылай етіп, екінші және үшінші қамырларыңызды жайып алып, рогалик жасайсыздар. Мен қамырды тек 2 бөлікке бөлдім. Кейбір жағдайда 3 бөлікке бөлуге де болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Рогаликтерді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Біздің рогаликтеріміз дайын, достар. Барлықтарыңызға ас болсын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.